Павлодар облысына жұмыс сапарымен келген Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде болды. Онда жарқын жобалармен, соңғы жаңалықтармен танысып, ұстаздар мен студенттермен сұхбаттасып, сұрақтарына жауап берді. Мұхтар Құл-Мұхаммед әуелі оқу орнының қазіргі жағдайымен танысып, ондағы аудиториялар мен музейлерді аралап, осы оқу орнындағы білім мен ғылымның даму жайын бажайлап, одан әріде тұралап қалмай, тоқтаусыз даму керектігін мінберге шығып ұстаздар, студенттермен ашық әңгіме барысында сөзіне арқау етті. Әйтсе де әңгіменің негізгі арқауы жолдау болған соң жалпы президенттік жолдаудың тарихына тоқталып, оның соңы ақш-та пайда болғандығын атап өтіп, содан соң елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауында айтылған негізгі ұлттық идеяның өзегінде атап өтті. Многие говорят, что такое национальная идея. Вот филолога спрашиваете, он говорит, лингвист, это қазақ тілі. Қазақ тілі болмаса қазақ халқы жоқ. Оның айтқаны рас. Культурологтан сұрайтын болсаңыз, ол айтады, қазақтың мәдениеті, экономиканың заңы жұрттың бәріне ортақ. Ұлттың мәдениеті болмаса, ұлттың ол кескін келбеті болмайды. Оның айтқаны да рас. Ғылым білімі деп айтады, үлкен ғалымдар. Оның айтқаны да рас. Мұхтар Құл-Мұхаммедті ғылым мен білімнің жанашыры, мәдениетті қолдаушы тұлға ретінде жақсы танитын көпшілік көкейлерінде жүрген сұрақтарға жауап алуға да барынша тырысты. Әуелгі сұрақ мәдени мұра бағдарламасы төңірегінде болды. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары бұл бағдарламаның халыққа, мәдениетке керек екенін атап өтіп, бағдарламаны әр өңірде облыстық деңгейде жалғастыру керектігін айтты. Өңірге күн сайын келе бермейтін жанның бұл сапарын пайдаланып, оқу орнының ұстаздары ғылым әлемінде қордаланып жатқан мәселенің шет жағасында айтып өтті. Меніңше жаным ашитын мынау. Біздер жұмыс істейміз. Статья беру үшін ақша төлеуіміз керек. Неге дейсіз? Я считаю. Студенттерге доклад жасатамыз, ақша төлеу керек 2,5 мың. Соны алдап, солап айтып, сіз айтқанда біреу алдап, біреу мақтап кіргіземіз. Если у вас есть сборник ваших статей, я вижу, что вы ветеран казахстанской науки, казахстанской высшей школы. Предоставьте их мне, я не буду искать спонсоров, я в состоянии его издать сам. Принесите мне ваш сборник статей, я их опубликую. Бұдан соң әңгіме ауаны Алашорда тақырыбына да ойысты. Сөз арасында Мұхтар Құл-Мұхаммед кеңестік дәуірде бүкіл жұртшылыққа Алашордашылардың мақсат мүддесі терісінен түсіндіріліп келгенін айтып өтті. Енді олардың жасаған еңбектерін түбегейлі түсіндіріліп, жастар арасында насихатталу керек. Келесі сұрақта Әлихандардың көксеген арманын жалғап, олар қалдырған мұраны қызғыштай қорғаған Жұмабек Тәшенов төңірегінде болды. Қазақстан тарихында өшпесіз қалдырған істеген ісі жаңағы алаш қайраткерлерінің еңбегіне барабар бір адам бар. Ол 60-шы жылдары Қазақстанда үкімет басшысы болған Жұмабек Тәшенов. Бірақ сол кісінің аты меніңше әлі лайықты бағасын алған жоқ. Болашақта ол кісінің атын мектептерге беру керек, Қазақстанның басқа қалаларына беру керек деген пікірмен келсем, бұл мәселе жөнінде мен ойланайын, анау ономастикалық комиссияға партияның атынан сұрау түсіруге әзірмін. Кереку өңірі ғылым мен білім, өнер мен мәдениеттің кеңінен қанат жайған, жерінің асты мен үсті қазынаға толы құнарлы аймақ. Қадірменді қонақ өз кезегінде өңірде барлық нәрсені жасауға орасан зор мүмкіндіктер бар екенін атап өтіп, атқарылып жатқан іске де алғысын білдірді. Ғылымға жасаған жақсылық кез келген уақытта қайтады. Вот сондықтан мен Болат Жұмабекұлының жұмысына Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары ретінде өте жақсы баға беремін. Сіз туған жеріңізге нағыз жаныңызды ашитын адам екенсіз. Осыныңыздан таймаңыз. Сөз соңында Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед керекті жастардың биіктен көрінетініне сенім білдіріп, сәттілік тіледі. Жанасыл Серікбол, Досымбек Тоқай, Ертіс Информ.